Білек бұлшық еттері атқаратын қызметіне қарай және топографиясына қарай алдыңғы топ бұлшық еттері және артқы топ бұлшық еттеріне бөлінеді. Білектің бұлшық еттері де иықтың бұлшық еттері секілді алдыңғы тобы бүгуші қызметті атқарады, артқы тобы жазушы қызметті атқарады. Әрбір топ бұлшық еттері өз кезегіне келгенде беткей орналасқан топ бұлшық еттері және тереңде орналасқан топ бұлшық еттері деп бөлінеді. Бірінші білектің алдыңғы топ бүгуші бұлшық еттерінің беткей тобын қарастырамыз. Шандырынан бастау алатын болып саналады. Төмен және латеральды бағытта өтіп, жалпақтау келген сіңіршеге ұласып, кәрі жілік сүйегінің ортаңғы бөлігінің алдыңғы бетіне бекитін болып табылады. Негізгі қызметі шынтақ буынын бүгіп, білекті ішке қарай бұру болып саналады. Дәл осы жұмыр пронатор бұлшық ет арқылы біз білек бұлшық еттерін алдыңғы және артқы топ бұлшық еттеріне бөліп қарастырамыз. Келесі бұлшық ет бүккіш кәрі жілік білезіктік бұлшық ет. Musculus flexor carpi radialis. Ол бойлай ішке бұрғыш, яғни пронатор бұлшық еттің ішкі қапталында орналасқан болып табылады. Тоқпан жіліктің медиальды айдаршық үсті өсіндісі эпикондилус медиалис және білектің шандырынан бастау алатын болып саналады және төмен бағытталады және білектің ортаңғы бөлігіне келген кезде ұзындау келген сіңіршеге ұласатын болып саналады. Ол сіңірше екінші алақан сүйегінің алдыңғы бетінің негізіне барып бекетін болып табылады. Негізгі қызметі бұлшық еттің қол басын июі және басқа бұлшық еттермен бірлесе отырып, қол басын латеральды бағытта кәрі жілік сүйегіне қарай ауытқыту қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет алақанның ұзын бұлшық еті. Musculus palmaris longus деп аталады. Бұлшық ет тоқпан жіліктің медиальды айдаршық үсті өсіндісі эпикондилус медиалис және білек шандырынан бастау алатын болып саналады. Төмен бағытталып, білектің жоғарғы бөлігінде жіңішкелеу және ұзындау келген сіңіршеге ұласатын болып саналады. Бұл сіңірше білек бұлшық еттерінің көлденең бағытта орналасқан, мына жерлерде орналасатын білезікшесі ретинакулум флексорумнан өткеннен кейін алақанның жалпақ апоневрозына, апоневрозис пальмариске ұласатын болып табылады. Бұл бұлшық ет көбінесе тұрақсыз келеді, кейбір жағдайда болмауы да мүмкін. Негізгі қызметі алақанның апоневрозын керіп, қол басын бүгу қызметін атқарады. Келесі бұлшық ет бүккіш білезік шынтақ жіліктік бұлшық ет. Musculus flexor carpi ulnaris. Білектің медиальды қапталында шынтақ жілік сүйегін бойлай орналасқан бұлшық ет болып табылады. Бұлшық ет тоқпан жіліктің медиальды айдаршық үсті өсіндісі эпикондилус медиалис білек бұлшық еттерінің шандырының аралық медиальды табақшасынан бастау алатын болып табылады. Төмен қарай бағытталады және де білектің ортаңғыдан төмен бөлігінде ол ұзындау келген сіңіршеге ұласатын болып саналады. Сіңірше каналис карпалистан өткеннен кейін, яғни бір бөлігі немесе жартылай бөлігі бұл бұршақ сүйегіне барып бекетін болып саналады, мына жерде, ос пизиформиға. Ал қалған бөлігі бұл ілмек сүйектің ілмек тәрізді өсіндісіне, хамулюс осис хаматиға және де бұршақ ілмек байлама лигаментум пезахаматида құрап, мына жерде 5-ші алақан сүйегінің негізіне барып бекетін болып табылады. Негізгі қызметі бүгетін кәрі жілік бұлшық еттермен бірлесе отырып,
қолбасын ию қызметін атқарады және білезік шынтақ жіліктік жазғыш бұлшықеттермен қосылып, қолбасын ішке қарай бұру қызметін атқарады. Келесі бұлшықет саусақтарды бүккіш беткей бұлшықет. Musculus flexor digitorum superficialis деп аталады. Алдында айтылып өтілген 4 бұлшықеттің ішкі қапталында орналасатын болып саналады. Ол тоқпан жіліктің медиальды айдаршық үсті өсіндісі эпикондилус медиалис, шынтақ жіліктің тәждік өсіндісі процессус короноидус және кәрі жіліктің проксимальды бөлігінен бастау алатын болып саналады. Төмен қарай бағытталып, сіңіршеге ұласатын болып саналады. Ол сіңірше каналис карпалистан өткеннен кейін саусақтың проксимальды бақайшықтарының негізіне қарай бағытталады. Дәл осы жерден сіңірше екіге бөлінеді және ортаңғы бақайшықтарының алақан бетіндегі бүйір қапталына барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі 2-5 саусақтың ортаңғы бақайшықтарын ию және бүкіл қолбасын ию қызметін атқарады. Енді біз білектің алдыңғы топ бұлшық еттерінің терең қабатын қарастыратын боламыз. Оған негізінен 3 бұлшық ет жатады. Бірінші бас бармақты бүккіш ұзын бұлшық ет. Musculus flexor pollicis longus деп аталады. Ол кәрі жілік сүйектің алдыңғы бетінен және кәрі жілік бұдырынан tuberositis os radi және сүйек аралық жарғақтан мембрана интеросумнан бастау алады. Төмен қарай бағытталып, ұзындау келген сіңіршеге ұласатын болып саналады. Бұл сіңірше білезік өзекшесінен, яғни каналис карпалистан өткеннен кейін бас бармақты бүккіш қысқа бұлшық еттің, яғни musculus flexor pollicis brevis пен екі бастың аралығындағы саймен төмен бағытта өтіп, бас бармақтың дистальды бақайшығына барып бекитін болып табылады. Негізгі қызметі бас бармақтың бақайшықтарын бүгу және де бүкіл қолбасын бүгуге қызмет атқарады. Келесі бұлшық ет саусақтарды бүккіш терең бұлшық ет. Musculus flexor digitorum profundus деп аталады. Ол шынтақ жілік сүйегінен және сүйек аралық жарғақтың алдыңғы бетінен бастау алатын болып саналады. Төмен қарай бағытталады және білектің ортаңғы бөлігінде, мінекей, байқасаңыздар 4 сіңіршеге бөлінеді. Дәл осы 4 сіңірше каналис карпалистан өткеннен кейін қолбасының 2-5 саусақтарына қарай бағытталатын болып саналады. Және 2-5 саусақтардың дистальды бақайшықтарына барып бекиді. Негізгі қызметі осы 2-5 саусақтарды бүгу қызметін атқарады. Соңғы бұлшық ет бұл шаршы пронатор бұлшық еті. Musculus pronator quadratus деп аталады. Бұлшық ет білек сүйектердің дистальды бөлігінде көлденең бағытта орналасып, сыртқы пішіні 4 бұрыш тәрізденіп келген. Ол шынтақ жілік сүйегінің дистальды бөлігінен және сүйек аралық жарғақтың алдыңғы бетінен бастау алатын болып саналады, латеральды бағытта өтіп, кәрі жілік сүйегіне бекитін болып саналады. Негізгі қызметі білек пен қолбасын вертикальды біліктің бойында ішке қарай тарту болып табылады.